есімі Асқан Кадычаев Асқан Мергенбайұлы. Осы ішкі істер органында 2013-тен бері қызмет атқарып келемін. Жол Мұнайлы ауданы полиция бөлімінің патрульдік полиция ротасының командирінің орынбасары лауазымына 2017 жылы тағайындалдым. Қызмет атқарып келе жатқанға 7 жыл болды. Полиция келген себебі мына бала күндегі арман деп есептеуге болады. Өзім әкем ішкі істер органында қызмет істеді. Қазір осы кезде зейнеткер ішкі істер органы. Мен сөйтіп жүріп полицияға келдік. Өзіміздің арманымыз, өзіміз таңдаған жұмысымыз, қызметіміз, осы қызметте адал атқарамыз деп сенім білдіруге болады. Өз адам арманы болғаннан кейін қаншалықты жұмысқа деген қызығушылық болады, жұмысыңды күні-түні желаниең болады атқару. Қызмет атқарғың келеді, қызығушылық болғаннан кейін, арман болғаннан кейін. Капитан мырза, мен қызмет атқару барысында ешқандай оқиға болған жоқ. Баяғы патрульдік полиция ротасының қызмет инспекторы жалғастырады. Сәлимбаев Алмас Алтынбекұлы, Мұнайлы ауданы полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторымын. Жалпы ішкі істер органдарында 2007 жылдан бері қызмет атқарам. Қазіргі таңда атқарып жатқан қызметім Мұнайлы ауданы полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы. Бекітілген әкімшілік аймағым Атамекен ауылы жалпы өзіме бекітілген 5 тұрғын үй массивтен тұрады. Атамекен Жалын тұрғын үй массиві, Арай тұрғын үй массиві, Тамшалы тұрғын үй массиві, Арман тұрғын үй массиві, Атамекен тұрғын үй массиві. 5 тұрғын үй массивтен тұрады. Халық саны жалпы 23.373 адамды құрайды. Полицияға келген өтінішпен, арызбен келген азаматшалардың өтінішін, арыз шағымын дұрыстап қарап, не барынша оларға, азаматшаларға көмек көрсетіп, көңілінен шығып жатсаң, полицияға көзқарасы өзгереді ғой. Полиция учаскелік инспекторге келіп жатқан азаматшалар арыз шағыммен, олардың арыз шағымын тез арада уақытылы қарап, өтініштерін қанағаттандырып жатсақ, рахметтерін айтып жатады бізге. Арландар. Мен 701 мұқият тыңдаймыз. Бекітілген аймақта жол-көлік оқиғасын алдын аламыз. Қылмысқа жол бермейміз. Арлан 1, 2, 3, 4, 5. Қалай қалдарында? 2 қалдар, 2 жақсы қалдар. Жол ережесіне келсек, мысалы, қарсы бағытқа шығу бар, бағдаршамның қызыл түсінен өтіп кету, жылдамдықты асыру. Енді басты проблема айтып кетсек, көлік құралын мас күйінде басқарған тұлғалар. Қызмет атқару кезінде кездесесің. Мас күйінде көлік құралын басқарған жол-көлік оқиғаларына, апаттарына түседі. Қарсы бағытқа шығып кетіп, біреудің өмірін алып, адам қызметте көресің ғой. Жол-көлік оқиғасымен қайтыс болғандар осы сәтті пайдаланып кетіп, айтады ғой, тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп. Тәртіпке шақырғым келеді, көлік құралдарын мас күйінде отырмауын сұраймын. Күнделікті жұмысқа шыққан кезде әрине бүгін күніміз қалай өтеді, қорқыныш болады. Ауданымызда қылмыс болады, қылмыстың алдын алу керек. Қорқыныш болғанда
қоғам тәртіп сақтаймыз, қылмыстың алдын алу бағытында күнделікті жеке құрам тапсырмасын беріп, тексеру олар жасақтарды. адамдармен информаттық қарым-қатынас жасауға, карантиндік режимді бұзбауға, бөліп, оңға, бұрыл!